Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен үгітілмелі қамырмен дайындалатын алмалы карамельді бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 140 грамм бөлме температурасындағы еріген сары май қажет болады, және де үстінен 130 грамм қантымызды салып, санчқының көмегімен жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Массамыз бірікеді. Біріккен массамыздың үстінен 3 дана жұмыртқамыздың сарыуызын салып, тағы да бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын массамыздың үстіне 1 шай қасықты қамыр қопсытқышын және де електен өткізілген 300 грамм ұнымызды салып, жұп-жұмсақ иілгіш қамыр дайындайтын боламыз. Қолымыздың көмегімен иілейміз. Біздің майымыз кішкене еріп, қамырымыз жұп-жұмсақ болады. Мінекей көріп тұрсыздар, песочный қамырымыз дайын. Кішкене тындырып, қамырымызды пергаментіміздің үстіне жайып аламыз. Және де 30-да 20 деген формамен осылай шеттерін кесіп аламыз. Шетінен қалған қамырларды пакетикке салып алып қоямыз. Бұл қамырымызды алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште кішкене қызарғанша пісіріп аламыз. Енді ыдысымызға, асты қалың ыдысымызға қантымызды салып, карамель дайындап бастаймыз. Қантымыз ерігенше қантымызды араластырмаймыз. Еріген жерлеріне кішкене осылай ерімеген қанттарымызды жая отырып, қантымызды толықтай ерітіп аламыз. Толықтай еріген қанттың үстіне 40 грамм сары майымызды салып, жақсылап оны да бір келкі болғанша ерітіп, жарты келі алмамызды тазартып, осылай араластырып аламыз. Басқа ыдысқа салып суытамыз. Енді меренгасын дайындаймыз. Ол үшін жоғарыда алып қойған 3 дана ақуызымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап көпіртіп бастаймыз. Және де қантымызды аз-аздан сала отырып, өзінен 2-3 есе ұлғайғанша плотный емес, сұйық емес, орташа сұйықтықта меренгі дайындап аламыз. Дайын болып піскен коржымыз осындай болады. Үстінен карамельді алмамызды саламыз және де меренгімізді құйып шығамыз. Меренгіні бір тегіс етіп жаюға тырысыңыздар. Сонда пирогыңыздың бір жағы биік, бір жағы төмен болып қалмайды. «170 градустық пешімізді қыздырып аламыз. Қалған қамырымызды осылай жайып шықсаңыздар болады. Не болмаса мұздатқышқа салып, мұздатып, терканың көмегімен өткізсеңіздер де болады. Үстінен қалаларыңыз бойынша миндальный не болмаса арахисовый слайсы сеуіп шығасыздар. Таппасаңыздар грек жаңғақтарын сепсеңіздер де болады. 170 градустық пеште беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Піскен кезде меренгіміз биік болып көтеріледі, суыған соң осылай төмен түседі. Бір сағаттан соң дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте